Oş olmazlar, büyük hiçbirisi olmayı, karılar, yaşlar demeyin, bir çallar demeyin, varılar diktikle durup satılır koldadılar. Ne diyenler bu kişi, asmandan, ulaydan vergen, kız eline vergen prezident. Байке, мақтауын орнына сұрау бербейлі, мақтауыны кейін қылауыз Байке. Жаштардан сұрау. Мәнілі сұрау, протокол бойынша сұрау, мәнілі сұрау. Жаштардан сұрау алыңыздар, жаштардан. Жаштардан сұрау алыңыздар, мақтағанды кейін мақтайсыздар. Ақсақалдардың сөзін қосылмайды. Мындай қылғыла. Мындай қылғыла. Бүтөлі уже сұрау көбейіп кетті. Ақырқы сұрау, рұқсат болса, Садыр Нұрғожаевич, ақырқы сұрау. Микрофон. Сіз бересіз бе? Саламатсыз бе? Келгеніңізге çok рахмат. Азыр интернетте тарап жатат. Айрыкча тажик басылмалар таратып жатат. Борук боюнча 24-27 жылкы протокол боюнча келишим болуптур деп. Ушул келишимдин ал жакта Ворух Анклав эмес экен. Дейлекке бул таптакыр пайдасы жок. Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Анан экинчиден бул жерде жалаң эле мамлекеттик каналдарга тартууга уруксат берилип жатат. Эмнеге мынчалык запрет эмне жашырып атасыздар? Үчүнчүдөн азыр биз Испанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге бийликтегилерди кайтарыш үчүн? Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы анан да кошумчалап азыр укчу болгон жерлерде эле сиздер билип калдыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдары бар, андан ары көк таш айылдары бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар, чоң рахмат. Протокол боюнча. Берин, элге берин. Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Борух Анклав эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ошондой бударажт эткен күчтөрү бар. Мынакей кечөгүнү эле сүйлөштү. Борухка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 900 метрден